Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Жаңа жылдан кейін үй жинау басталды. Қуыс-қуыстарды барлығы залдан бастап пылесостадым. Үйде екі баламен ғанамын. Қызым, екінші ұлым, үлкен ұлым мен қайнымның ұлы қалаға кеткен болатын. Бір-екі күн сол жақта болып қайтады. Залдан бастап барлығын пылесостап, кухня, душевой барлығын пылесостап, полдарын сүртіп, шаңын сүртіп алдым. Үй деген тым-тырыс, үлкен ұлым барлығын екен ғой шулатып жүрген. Екінші ұлым өзімен өзі ойнап жүр, қызым қасымда жыбыр-жыбыр етіп. Осылай раковинаны, айнаны, терезенің алдарын, шкафтардың үстін, барлығын шаңдарын сүртіп, полын сүртіп алдым. Уборканы толығымен түсіре алмадым, телефонымды ұлым сұрап алды. Одан кейін обедке осылай ет салып қойған болатым, кішкентай ғана бетінде көбігін алдым. Одан кейін нанымды жайып, дайындап қойдым. Осындай кішкентай ғана жасадым, өйткені тамақ жейтін ешкім жоқ. Кішкене сорпа болсын, қайнатылған тамақ қой деп жасағаным ғой. Қызыма да, ұлыма да жақсы жегендеріне. Осы еттің кішкентай ғана туралды, шыны керек, жартысы морозильникке кетті. Осылай нанымды пісіріп, кішкене пияз нетіп, тұздығымды жасап алдым. Мына екеуі мына жерде шашып тұр. Осылай тамағым дайын болды. Сау болыңыздар.